Рухани жаңғыру бағдарламасы аясындағы бабалар ізімен тарихи ғылыми экспедициясы тағы жолға шықты. Бұл жолы экспедиция мүшелері Египетті бетке алды. Олар Мысыр елінде Сұлтан Бейбарыстың рухани мұрасын зерттеп, тың деректер іздеді. Экспедицияда Каирдегі Сұлтан Бейбарыс мешітін қайта жөндеу қалай жүріп жатқаны да мәлім болды. Сюжетке кезек берсек. Сұлтан Бейбарыс мешіті Каирдегі айтулы тарихи орындарының бірі. Бұл ғимараттың тұрғызылғанына 8 ғасырға таяу уақыт өткен. Мешіттің ұзындығы 108, ал ені 105 метр. Дуал ретінде қаланған тас қабырғаларының биіктігі 11 метрге жуық. 2007 жылы Қазақстан мен Египет бірлесіп мешітті күрделі жөндеуден өткізу туралы келісімге келген. Қазақстан бұл мақсатқа 4,5 миллион ақш долларын да бөлген еді. Қалған бөлігін Египет өз мойнына алған болатын. Бірақ Мысыр елінде соңғы жылдары болған саяси толқулардың кесірінен бұл іс аяғына дейін жеткізілмей, Египет жағы қаржы бөлуге асықпаған еді. Қазір міне күрделі реставрация жұмыстары басталып жатыр екен. Ол қуанышты жағдай. Өйткені біз былтыр осында келген уақытында өте сондай бір нашар жағдайда тұр еді. Енді істеліп жатқан жұмыс аз болғанмен де, бірақ кішкене көңіліміз толып тұр. Өйткені ол басталғаннан кейін енді бітіреді деген сенімдеміз. Қазақстанның Египеттегі елшілігінің араласуымен белсенді жұмысының арқасында Сұлтан Бейбарыс мешіті елдегі ең негізгі тарихи нысандардың тізіміне енгізіліпті. Бүгінде Мысыр елінің үкіметі оны бір жыл ішінде толықтай реставрациядан өткізіп, жұртшылық назарына ұсынбақшы екен. Елбасымыздың рухани жаңғыру бағдарламасы аясында осы жылы біз үлкен Сұлтан Бейбарысқа арналған ғылыми конференция ұйымдастыруға жоспарымыз бар. Бабалар ізімен ғылыми экспедициясы сондай Каирдегі қыпшақ мәмлүктердің тарихын зерттеуші ғалымдармен де кездесіп қайтты. Солардың бірі Асуан университетінің профессоры доктор Мұхаммед Рият. Ол Ильяс Есенберлиннің көшпенділер трилогиясын араб тіліне аударған автор. Через перевод кочевников Мен Ильяс Есенберлиннің көшпенділер деген кітабын аудару арқылы сіздердің мәдениеттеріңізге қызығушылығым арта түсті. Сұлтан Бейбарысты бізге сыйға тартқан қазақ даласына алғысымыз шексіз. Ол Египетті татар-моңғол шапқыншылығы мен крес жорықтарынан сақтап қалды. Осы арқылы ол ислам діні мен Египеттің тәуелсіздігін қорғады. Дешті Қыпшақтан шыққан мәмлүктер батыр, нар тұлғалы азаматтар болған. Сұлтан Бейбарыс солардың керемет бір өкілі дер едім. Бабалар ізімен ғылыми экспедициясы мұнымен қоса Египет жерінде ұлы даладан барған мәмлүктер династиясына қатысты деректерді жинақтады. Экспедиция мүшелері сол билеушілердің жүргізген саясатын зерделеп, ғалымдармен кездесіп қайтты. Саят Жокенұлы, Қуаныш Қожабеков, Арман Данышбаев, қорытынды жаңалықтар.